Кейбірде біздер қиын науқастар түседі. Бұлардың қастарында сағаттап отырамыз. Басшы ретінде жастарға бір мотивациялық ойларыңызды айтсаңыз, немесе қолдауларыңызды білдіріп өтсеңіз. Қайырлы күн, құрметті көрермен, назарларыңызда алғашқы қадам подкастының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта Казталов аудандық нөмір 2 ауруханасының директоры Надежда Владимировна. Надежда Владимировна, біздің студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыз ба, рахмет. Сізді көргенімізге өте қатты қуаныштымыз. Олай болса подкастымызды бастасақ, біздің сізге алғашқы сұрағымыз көрерменге сізді таныстыру үшін, сізбен таныс болу үшін өзіңіз туралы айтып берсеңіз, қай жердің тумасысыз, балалық шағыңыз қалай өтті, дәл осы медицина саласына келуіңізге қандай оқиға немесе кім себепкер болды, сол туралы баяндасаңыз. Сұрағыңызға рахмет. Өзім сол Батыс Қазақстан облысы Жалпақтал ауылының тұрғынымын. Сол ауылда 88 жылғы туылып, өсіп, сол Жалпақтал ауылының Молдашев атындағы орта білім мектебін бітіргенмін. Яғни медицинаға барам деген ой, негізі медицина саласын жақсы көріп кету, медицина саласына бір тартымдылық, ол кішкентай кезімнен басталды. Негізі жалпы біздің отбасымызда медицина саласында жұмыс жасап жатқан ешкім жоқ. Жалғыз мен ғана. Ол қай уақыттан басталды деп айтсам, бір күні больницаға барғанбыз. Мен өзім ауырып, кішкентай кезім онда. Бұл уақытта Есенгелді Байзолович Шарабаев деген үлкен дарынды хирург болды. Оташы. Бұл кісіге жаңағыдай маған ем-домны беріп, сол кісінің жұмысына өте қызықтым. Содан бір қызығушылық пайда болды. Бұл кезде бір 6 класс оқитын боламын, 6 сыныптамын. Содан қызығушылық пайда болғаннан кейін өзімде қызыға бастадым. Аурухананың тынысына, аурухана ішілік жұмыстарына, және де оны оқып жүргенде әкем аварияға ұшырады. Сол үлкен қиын жағдай болған кезде біздің Жалпақтал ауруханасында ем-дом алып жатқанда қасында болғанмын. Сол уақытта нақты шешім қабылдадым. Өзім медицина саласына барып, жалпы халыққа қызмет етем, халқымыздың денсаулығына, болашаққа деген сондай бір ой туды. Және де емтихан тапсырған кезде бірден нық шешім болғаны сол, биология пәнін таңдап, сол медицина университетіне документ тапсырған болатын. Сөйтіп, Ақтөбе медициналық университетіне түскен болғанмын 2005 жылы. 2000 жалпы факультетіне түстім бірінші, емдеу ісі факультеті. Және де 2011-де бітіргенмін интернатураны. Интернатураны 2012-де хирург жалпы оташы болып бітірген болатын. Яғни мамандығым оташы. Өзім өте жақсы көретін мамандықтардың бірі. Неге десеңіз, қосымшада мамандықтарым бар, онколог, мамолог. Енді қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей басшы болып жұмыс атқарып жатырмын. Өте керемет сала, әр уақытта жастарға сол насихаттаймын, медицинаға барыңыздар. Неге десеңіздер, біздің жұмыстың нәтижесі көзге көрінеді. Және де адамды емдегеннен кейін алғыс айтқан сөздері, қуанып жатқан туыстары, және де кішкентай сәбилерді емдеп шығарғаннан кейін анасының қуанғаны, сондай керемет эмоциялар пайда болады. Сондықтан мен жастарға әр уақытта соны көрсетіп насихаттаймын. Және де өзімнің қызым, үлкен қызым бұйыртса, бұл да сол саланы жалғастырып, сол салаға ұмтылам деп, оқимын деп отыр. Жалпы қолдайсыз өзіңіздің балаңыздың? Әрине қолдаймын. Жаңа айтып өттіңіз, басшылық қызметке келдім деп. Осы басшылық қызметке келгеніңізге қанша жыл болды, және біздің подкастымыз енді алғашқы қадам деп аталады. Соған орай, сіз осы басшылық қызметке келудегі алғашқы қадамыңыз қандай болды, және бұл сіздің өзіңіздің жеке таңдауыңыз ба, әлде осы бір жерге келген кезде осы медицина саласына келдім, алдағы уақытта мен осы саланың басшы боламын, осы салаға деген ниетпен келдіңіз бе, әлде бұл жұмыс барысында басшылық тараптан сізге келген ұсыныс па? Сұрағыңыз орынды. Әрине басшы боламын деп бірде-бір қызметкер жұмыс жасамайды.
Ем бірінші басында мен 2012 жылы Жалпақтау ауруханасына қарапайым хирург болып келдім, жұмысымды атқардым. Содан 5 жылдан кейін басшымыз маған орынбасар орын ұсынды. Ойланбастан келістім. Неге десеңіз, енді мансап қуғанда емес, но өсудің мақсатында. Дегенмен өз жұмысымды ешқашан қалдырған жоқпын. Онколог, маммолог, хирург болып қосымша жұмысымды істей бердім. Басшылықта отырсам да. 5 жылдан соң біздің басшымыз Алмас Тоғайбаевич Жүнісбеков ол жұмыс орны ауысуына байланысты Ақжайық аудандық ауруханасына ауысып кетті. Үлкен облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысына өзінің орнын бастап кететін етіп мені тағайындап кетті. Әрине өзіме өте сондай қиын жағдай болды. Не десеңіз, енді мына жерде мен әйел адамын, ең біріншіден анамын, келінмін. Сол жұмыспен жаңа отбасының жағдайын, отбасының жұмыстарын бірге ала кету өте қиын. Бірден ойланам деп айтқан болатын. Өзім жаңа жолдасым бар, өзім отбасымен келісіп, сөйлесіп, бұлардың рұқсаттарын алып, үйдегі енді үлкен кісілеріміз бар, бұлар келісімдерін берді. Сөйтіп ортақ шешімге келіп, болып көрейін дедім. Әрине басшы болу ол мансап деп айтамыз ғой, енді оңай, бірақ та дегенмен өте қиын, және де әйел адамға өте қиын. Әйел адам ретінде өте қиын, және де медицина саласының бір үлкен ұжымның басшысы болу өте қиын. Неге десеңіз, біздер 24/7 жұмыс жасай береміз. Өзіміздің демалыс күні болсын, мейрамдар күні болсын, біздер әр уақытта жұмысымыз тоқталмайды. Келесі жағдайлар болып жатады, сол уақытта басшы хабарда болып, бүткіл ситуациялардың барлығында біліп отыру керек. Енді сол 5 жылға жақындап қалды. Қиын. Бірінші басында әрине өте қиын болды. Дегенмен жан-жақтан қолдау болып, облыстық басшылардан да, бұрынғы өзімнің басшымнан да қолдау болып, жолдасым, жаңа үйдегілердің барлығы қолдаған соң, Құдайға шүкір, 5 жыл болды. Сол қызметімді атқарып келатырмын. Біздің ауданның халқына енді тиімді медициналық көмекке пайдасын тигізіп, жаңағыдай бірнеше мамандар шақырып, оталар жасалып жатыр, ауруханамызды көркейтіп жатыр, біршама жұмыс атқарылып жатыр. Сондықтан қиын болғанменен өзіме өте ұнайтын жұмыс. Дегенмен қазір басшы болсам да, айта кетейін, өзімнің басты жұмысым енді оташы, жаңағы онколог, маммолог, бұны жалғастырып, қосымша алып, әлде кеңес беріп, халыққа қызмет етіп жатырмын. Рахмет. Жалпы әйел адам үшін отбасының қолдауы тау қопырарлықтай бір күш сыйлайды ғой. Осы ретте осылай басшы болып қызмет етіп, елмен бірге жүру, сол отбасының көмегі, отбасының қолдауы деп білеміз, Осы ретте жалпы бұл жұмыстың жақсы жақтары деп алайықшы. Бірақ кейбір кезде болады, енді адам болғасын, әртүрлі көзқарас болғасын, кейбір жерде кейбір адамдардың бір ойлары болады деген сияқты, қызметіңізге көңілі толмайды деген сияқты, мысалға емдеген ем шараларға көңілі толмайды деген сияқты, немесе келіп тұрған қабылдаған мысалға дәрігерге көңілі толмайды деген сияқты. Осы ретте басшы ретінде сол келген ем алушылармен қалай жұмыстанасыз, және де сол ем-дом жасаған дәрігерлермен қандай шаралар жүргізесіз деген сияқты. Көбіне осы мәселе ғой біздің халықты ойландыратын деген сияқты. Әрине, сұрағыңыз дұрыс. Қазіргі таңда бізде медицина саласында пациенттарды қолдау орталықтары ашылып, жұмыс жасап жатыр. Яғни бұл пациенттің қандай да бір шағымы болсын, қандай да бір пікірі болсын, 1 сағаттың ішінде, аздай уақыттың ішінде шешімін тауып, нақты жауап беру. Бұл біздің мақсатымыз. Біздің ауруханада сондай құрылған команда бар. Басында мен тұрмын, және қосымша менің орынбасарларым бар, поликлиника меңгерушісі, психологымыз бар,
бір қатар дәрігерлер сол салада нақты жұмыс жасап жатыр. Жалпы жаңа сіз айтқандай негативті бір пікірлер, әлде бір шағымдар түскен уақытта мен өзім науқаспен жұмыстануға тырысамын. Неге десеңіз, басшы болған соң тікелей маған қатысты бұл мәселелер. Шама келгенше енді біздер оң жағына шығаруға тырысамыз. Кемшіліксіз жұмыс болмайды әрине. Сол кемшіліктерді қалпына келтіріп, дұрыс жағын көрсетуге тырысып отырмыз. Жалпы бұл әрбір мәселенің бір жақсы жағы болады, жағымсыз жағы болады деген сияқты. Осы ретте өміріңізде бір келеңсіз оқиғалар болған кезде сізге кім немесе қандай оқиғалар немесе қандай естеліктер сізге шабыт сыйлайды, алға қарай жүруге, мысалға бір жұмысыңызда сондай бір келеңсіз оқиға болған кезде мысалы болады ғой, әрбір адамда жұмыс істегіңіз келмей қалатын, немесе қош басшы болмай ақ қояйыншы, өзімнің жұмысымды істей берейінші оданша деген сияқты, көптің бірі болып жүрейінші деген сияқты. Осы кезде сізге кім мотивация береді, немесе кімнен мотивация аласыз, қандай оқиғалардан шабыт аласыз? Енді бірінші айта кетейін, сондай уақытта негативті эмоциялар пайда туындайды, сонда біздер ең бірінші ойымыз бұл отбасым. Менің балдарым, жолдасым, ата-анам, бұларға әр уақытта жақсы жағынан көрінгім келеді. Олар маған қолдау көрсеткен соң, мен мықты, күшті болуым керек деп ойлаймын. Әр уақытта да мен сол эмоцияларды өзіме негізге аламын да, негативті ысырып жіберемін. Екіншіден, бұл жалпы менің халқым, менің өзімнің туған ауылым, жалпақтал. Халықтың алдында өзім басшы болған соң, ең үлкен ұжымды басқарған соң, және де әйел адам болған соң, өзімді бір, қалай болады, жаман жағынан емес, бір қолымнан келмейді деген жағынан көрсеткім келмейді. Сондықтан әр уақытта да нық қадам жасап, дұрыс шешім қабылдап, өзімнің ауруханамды, өзімнің ұжымымды, жалпы жұмысымды жақсы жақтардан көрсеткім келеді. Сол мотивация негізінен. Өзіме өзім мотивация боламын. Және менің отбасым, әрине халқым, жақсы пікірлер айтылғанда, уже біздің негативті айтылған пікірлер олар ысырып қалады. Жамандық жақсылықты басады деңіз. Жалпы бұл ойыңызға толық қосыламын. Әр адам негізі біреуден емес, өз-өзіне мотивация алса, ол өзіне үлкен күш беретін сияқты. Енді келесі сұраққа көшсек, жалпы бір ұжымды басқару бұл бір үлкен қиын нәрсе деп айта аламын негізі. Себебі бір ұжымда әйел адам болады, ер адам болады, жас болады, кәрісі болады деген сияқты. Және қазір жаңа технологиялар келіп жатыр, оны үлкен буынға меңгерту деген сияқты. Біз білеміз сіздің үлкен ұжым екеніңізді, және ол жерде тек қана жас, кіші деп емес, әйел адам, ер адам деп емес, сонымен қатар әртүрлі ұлт өкілдері тұрады. Ол жерде әртүрлі салт дәстүрлер бар, ол жерде әртүрлі дін өкілдері бар деген сияқты. Осы жерде осындай бір әртүрлілікке толы ұжымды басқарудың қандай қиындығы және қызықтығы бар? Сіздің күшті сұрақ, негізі тура өзіме қатысты. Енді өзім көріп тұрғаныңыздай басқа ұлттың мүшесімін, бірақ та өзім тура қазақшаны 100% меңгергенмін. Сондықтан өзіме үлкен ұжымды басқару оңай, неге десеңіз, языковой барьер дейді ғой, ондай жоқ. Және де бұл ұжымда көбінесе өзімнің ауылдастарым, өзімнің жерлестерім маған сыйластықпен қарайтын. Көп ұлтты деп айтып кетуге де болады ұжымымызды, неге десеңіз, орыс халқынан да бар, украиндар да бар, татарлар да бар, қырғыздар да бар. Менің ауруханам ұжымда 300 адамның ішінде шынымен де жасы үлкендері де бар, жастауы да бар, дін жолында жүргендері де бар. Барлығы да бір қалыпта жұмыс жасайды. Бөлініс жоқ, мүлдем. Неге десеңіз, ұжымымыз бір жұдырықтай жұмылып, мақсатымыз бір, халықтың денсаулығын жақсарту, профилактика, біздің басымды міндетіміз денсаулық жақсарту. Сондықтан барлығымыз бірдей етіп жұмыс жасап жатырмыз. Ешқандай да кедергі жоқ. Ұлтына қарай, тіліне қарай, басқа ұлттың барлығы да, басқа ұлт өкілдерінің барлығы да 100% қазақ тілін меңгерген, языковой барьер жоқ. Кейбірде қызық жағдайлар болады. Біздер дәрігерлерді шақырту
мақсатында жан жаққа звондап дәрігерлер шақыртамыз. Сосын мен енді өз ат жөнімді айтқаннан кейін бұлар бір пауза ұстайды бірінші. Сосын айтады, сіз орыссыз ба әлі қазақсыз ба деп. Енді олар мені танымайды, көбінесе оңтүстік жағынан таңғалады. Уже мұнда больницаға келіп танысқанда бұлардың бір эмоциялары қызық болады да, қалай ол? Орысша сөйлейді деген сияқты. Орысша сөйлемейсіз мүлден, тек қана қазақша сөйлескенде, телефонмен сөйлескенде бір қазақ кісі сияқты болып сөйлейсіз дейді. Енді ол менің өзімнің біршама жыл істеп жатырмын ғой, бірақ та қазақ тілін кішкентай кезімнен бастап білемін. Оны Жалпақтал ауылының өзінде 100%, басқа ұлттың барлығы да сол 100% қазақ тілін меңгерген. Сондықтан мен оған әрине мақтан тұтамын. Басқа жақтың дәрігерлер келгенде де таңғалатын. Өзіміздің ауылдастар, олар барлығы да біледі. Өзім ата-анам да, балдарым да, жолдасымның өзі мамасы татар, өзі де көп ұлтты семьядан, сондықтан өзі қазақ. Енді балдарым қазақшаны толықтай біледі, ата-анам да толықтай біледі. Сондықтан таңғаларлық зат деп ойламаймын өзім. Ұжымда бәрі бірдей. Наурызды да тойлаймыз, 1 мамырды міндетті түрде тойлаймыз. Неге десеңіздер, әр ұлттың өзінің пікірлері бар, әр ұлттың өзінің салт дәстүрлері бар, оны да ұстану керек. Әрине, наурыз кезінде біздің басты мақсатымыз қазақ халқының ғана емес, аз кісіден қалды ғой, бізде не қырғыздар бар, 2 адам, және де украиндар, соларды кішкене көтермелеу, неге десеңіздер жалғызсырамасын деп. Сондай мақсатта жұмыс жасаймыз. Олардың да салт дәстүріне әрине, көңіл бөліп, тек қана енді біз әрине Қазақстанда тұрғасын, ол басты біздің мақсатымыз Қазақстанның политикасын дамыту, но дегенмен көп ұлтты мемлекет болған соң, әр ұлттың біздер интерестерін қарауымыз керек, ұмытпауымыз керек деген ой бар енді өзімізде. Жалпы адами тұрғыда біз оларды ұлт ретінде құрметтеуіміз керек, бірақ біз жұмыста біз дәрігерміз дейміз. Әрине, ол мен үшін жұмыста барлығы да ақ халатты абзал жан, барлығы да міндеттері бір, қызметтері бір, ешкімді әйел адам, ер адам деп әр уақытта да бөлмеймін, неге десеңіздер, мақсатымыз бір. Таңдаған өзіміз сол жолды, сондықтан қиын болса да әрине таңдаған өзіміз, соны арқалай білу керек деп ойлаймын. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, менің ұлтым орыс деп, көп жағдайда бір мүмкіндік беретін сияқты, осы өзге ұлт өкілі болып, қазақ тілінде сөз сөйлеу, бұл басқаларға қарағанда бір ерекшелік сияқты болып көрінеді. Өзіңіз айтқанда, мысалы, басқа біреулер телефон соққан кезде, менің қазақша сөйлегеніме таңғалады деген сияқты. Осы ретте, осы басшылық қызметте, осы сіздің орыс ұлтынан бола тұра, қазақ тілін білуіңіз сізге бір белгілі бір тарапта қолдауын дейін ба, әлде бір мүмкіндіктер берді ме осы қазақ тілінде еркін сөйлеуіңіз? Қазақ тілге еркін сөйлеуім, енді өзімнің лауазымымда ешқандай пайдасы деп айтуға да болады деген жоқ. Неге десеңіз, барлығы да бір сала ғой. Бірақ та дегенмен енді әрине қолдау бар, басшылық тарапынан да эмоционалды қолдау әрине өте мақтайды. Қай жағынан да әкімшілік бөлімі болсын, дәрігерлер әр уақытта да мақтап жүреді. Әрине ол қазақ тілін білу. Қазіргі таңда мен үшін ол өзге ұлттың әр өкілі соны білу керек деп ойлаймын. Міндетті. Қазақ елінде тұрғасын осы. Әрине. Ол басты тіл болған соң міндетті деп ойлаймын. Түк қиыны жоқ. Мақтанатындай да нәрсе емес деп ойлаймын. Сондықтан мен үшін бұл өзімнің тілім сияқты, 90% сөйлейтінім қазақша. Күнделікті өмірде, күнделікті жұмыс барысында. Мен үшін бұл ешқандай бір таң қалатындай бір жағдай емес деп ойлаймын. Біз сіздің бір сұхбатыңызда, өзіңіздің бір сөз барысында естіген болатынбыз. Менің өмірлік ұстанымым мемлекетіміздің медицина саласының дамуына адал қызмет ету деп. Осы жолда осы өзіңіздің сөзіңізді бір мысалдармен дәлел ретінде келтірсеңіз, қалай медицина саласын көтеруге қандай қызметтер атқарып жатырсыз? Алдағы уақытқа жоспарларыңыз қандай? Немесе дәл осы, мысалы, медицина саласының осы жері ақсақтап тұр, мен осындай көмек көрсетіп жатырмын деген сияқты бір мысалдарыңызды келтіріп өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Адал еңбек деп бағалайтын халық қой, әрине.
2018-19 жылдары өзіңіз білесіздер, үлкен бізде қиыншылық туындады. Жалпы ковид деген пандемия болды. Пандемия кезінде көптеген қиыншылықтар туындап, медицина қызметкерлері көптеген қиындықтан өтті. Сол жылы 2019-да мені ұсынып, республикаға ерен еңбегі үшін медаль берілді маған. Әрине өзіме бұл сюрприз деп айтуға болады. Мені тағайындаған жөнінде мүлдем білген жоқпын. Оны берген кезде шынымен де эмоциялар өзгеше болды дейміз. Өзгеше болды, әрине, я сондай бір таң қалдым шынымен де. Содан сол медаль алғаннан кейін ойладым, мені халық шынымен де таңдаған екен, дегенмен мен соған лайықтымын ғой деп. Содан жаңа басшы болып тағайындадым. Тура сол бір 2 айдан кейін сол бір үлкен стимул берді негізі өзіме. Және де сол тағайындаған бұрын мен орынбасар істеген соң медицинаның қыр-сырын біліп, және де ақсап тұрған жақтарын, бір кемшіліктерін біліп бардым. Басшы болған соң көптеген мақсаттар қойылады, көптеген сұраныстар бар. Бұл сұраныс біздің медицина қызметкерлері ғана емес, халықтың сұранулары бар. Бұл яғни медицина кадрлармен қамтамасыз ету. Өздеріңіз білгендіктен енді ауылдық жерлерде медицина қызметкерлерін тарту өте қиын. Шынымен мүмкіндіктер өте аз, және келгілері келмейді ауылдық жерге. Дегенмен біздер бар күшімізді салып, хирург маманы болған жоқ, сол кісіні алып келдік. Бірнеше жабдықтарын алынып жатыр. Осы күні бүгінге дейін бір ақсап тұрған жеріміз бар еді. Акушер-гинеколог маманы болған жоқ бізде. Өте қиын жағдай. Күні кеше сол ауруханамызға акушер-гинеколог маман жұмысқа кіріп, қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Енді менің ойымша халықтың талаптарын, халықтың сұрауын енді 100% деп айтпай қояйын, енді сатылы түрде орындалып келе жатыр. Сұрау бар жерде әрине біздер жұмыстанамыз. Сондықтан осы ауруханамыз тек қана сондай кадрлармен толай берсін деп біздер әр уақытта да реклама жасаймыз. Әр уақытта ол жалғыз менің жұмысым емес, ол біздің әкімшіліктің жұмысы бар. Аудандық акиматтың да бірнеше жұмыстар бар. Неге десеңіз, біздің қолдайтын сол кісілер тұрмыстық жағдайларын жасап, үйлерін беріп деген сияқты. Ол тек қана менің жұмысым емес, әрине бұл командный жұмыс болып есептеледі. Сондықтан осы бағытта жұмысты атқара береміз деп ойлаймын. Жаңағыдай халқымызға ешқандай кедергі болмай медициналық көмекті ала берсе екен деп. Рахмет, ол тұрғыда халықтың сұранысына орай жұмыс істеп жатқан сіздерге де шын алғысымызды білдіреміз. Жай ғана емдеп қана қоймай, сонымен қатар сұранысты толықтырып жатсыздар. Ол бір үлкен мадақтайтындай нәрсе деп білемін. Енді осы орайда қазір біздің ауданымыздың өзінде мысалы көп медицина саласында кейбір салаларға қызметкерлер жеткіліксіз. Осы орайда біздің жастарымыздың осы медицина саласына қызығатын жастар көп негізінен, бірақ олардың бойында бір қорқыныш сезімі болады. Жаңағындай талаптың қиындығы дейін бе, әлде біз өзіміз жастардың өзіміздің жалқаулығымыз дейін бе, әлде бір қорқақтық сезіміміз дейін бе. Осы ретте бір жастарды медициналық орталықтың медицина саласында қызмет етіп жүрген басшы ретінде жастарға бір мотивациялық ойларыңызды айтсаңыз, немесе қолдауларыңызды білдіріп өтсеңіз. Әрине, медицина саласына бару ол үлкен қадам, үлкен өмірлік шешім. Неге десеңіз, медицинаның өзі жауапкершілігі өте мол сала. Сонда қызмет атқарғанда әрине адам психологиялық тұрғыдан да, жалпы физикалық тұрғыдан да өте біршама күш жояды. Тағы бір жағы бұл оқу. Оқудың өзі өте ұзақ. Басқа оқуларға қарағанда біздің медицина саласының және де жоғары оқу орындары өте ұзақ, яғни 9 жылға дейін барады, кейбіреу 10 жылға дейін барады. Бұл анестезиология, реаниматология, хирургия деген резидентуралар бар. Сондықтан жастардың қорқатыны меніңше сол ең басты. Және де қазір халықтың сұранысы көп.
халықтың сауаттылығы күшті, және де қазіргі таңда өзіңіз білесіз, интернет желілер бар, блогерлар бар. Бұларда психологиялық тұрғыдан бірнеше негативті қысым, негативті эмоциялар жастарда туындап, бұларға бір кедергі болады оқуға баруға. Енді өзім оқуға түскенде ондай ойсыз түстім. Қазір әрине экономический жағда қызықтырады жастарды, неге десеңіз, енді әлеуметтік салада жұмыс жасаған соң ақылары да жақсы. Жыл сайын президентіміз өсіріп, жәрдемақылар да бар берілетін медициналық қызметкерлерге. Әр уақытта да мен мектептерге де барамыз ғой. Сонда жастарға айтатыным, көз қорқақ. Көз қорқақ, әрине, бәріміз де оқуға барғандайды қорыққан жоқпын. Жаңағыдай зам болып отырғанды қорықтым, орынбасар болып отырған, басшы болып отырғанды қорықтық. Бірақ та дегенмен барлығы да орнына келеді. Адамда ниет болса, күш болса, соған жеткізеді. Ең бастысы жастарға енді айтарым, бұл медицина саласының қызметінде ең басты ол эмоциялар положительный. Ауыр халдегі науқас түскен уақытта эмоциялар бөлек болады. Және де бұл кісіні емдеп, көзінде көз жанары пайда болады. Бұл науқасы, жатқан науқасымыз тік тұрып, жүріп бастағанда эмоциялар мүлдем бөлек. Және де бұл науқасты аурухананың қабырғасынан үйіне шығарғанда, бұның көз жанары жасын тыя алмайды, көздері шынымен де алғысын айтқанда бір мүлдем бөлек. Бұл үлкен кісілерге қатысты. Енді нәрестелерді емдегенде эмоциялар мүлдем бөлек. Акушерство, гинекология айтқанда, нәрестелер дүнияға келгенде аман есен бауырына басқанда мамасы бөпесін, бұл эмоциялар мүлдем бөлек. Жаңа өмір сыйлау. Иә, жаңа өмір сыйлау. Бұл эмоциялар пайда болғанда бұндай жағдайларда бүткіл жаңа айтқанымыз шағымдар, қиындық, түнімен жүру, сол науқастың қасында бұлар жоқ болып кетеді. Сондықтан жастар негізінен соны өздері көру керек. Ол медицина саласына баруға да күш керек, айтып тұрмын бір. Жүректің батырлығы керек. Да, батырлық. Әрине, характер бір слабый кісі негізі бара алмайды. Өте негізі қиын сала ғой. Сондықтан бір күшті бір адам болу керек, сол үшін баруға. Жалпы біз өзіміз бір жеріміз ауырып тұрған күн, дәрігер емес, жалпы өзіміз бір жеріміз ауырып тұрған күннің өзінде де ауруханаға бара қойдың өзі, мысалы тісіміз қарапайым, тісіміз ауырған кезде тісімізді емдетуге бару үшін сол тісіміздің бір өмірімізге бір үлкен бір қиындық тудырғанын күтеміз ғой, соңына дейін осы тісті алып жұлып тастағанша бір болмайтындай болған кезде барамыз ғой. Ал сол жерде соларды күнде көзбен көру, сол қанның ортасында жүру, немесе сол ауру сырқауы бар адамдардың солардың өмірін бірге өмір сүру, ол бір жүректің батырлығынан бөлек бір өзіңнің өміріңді ортаға салу сияқты, басқа адамдармен өз өміріңді бөлісу сияқты. Иә, мұны айтқаныңыз дұрыс. Сондай жағдайлар болған кезде, мысалы, кейбірде біздер қиын науқастар түседі. Бұлардың қастарында сағаттап отырамыз, сағаттап жүреміз. Сағатқа қарамаймыз сол. Өзіміздің отбасымыз, өзіміздің жеке өміріміз больницаның сыртында қалып қояды. Больницаның ішіндегі өмір сүріп жатамыз. Соның тыныс тіршілігімен жүргенде өзіміздің жалпы жеке өміріміз қалып, дегенмен соны менің жолдасым жаңа айтқанымдай отбасы мүшелері бәрі де қолдап, маған түсіністік танытып, көмек береді әр уақытта да. Неше түрлі жағдайлар болады, әрине. Түнімен де жүретін жағдайлар болады. Бұл науқас жаңағыдай сіз айтқандай жақсы жағдайына жетіп, қалыпты жағдайда болғанда біздер әрине қуанамыз. Қуанып, эмоция болып, қалған негативтің барлығын жоюға тырысамыз. Өз-өзімізді емдейміз. Жалпы егер сіздің халыққа керек екеніңізді сезген отбасыңыз, сіздің біліміңіздің жететініне басқа адамдарды емдей алатыныңызға көзі жетсе, отбасыңыз ол қарсы болмайды деп ойлаймын. Ал егер сіз күнде бір күні барып, бір күні келіп жүрсеңіз,
жалпы отбасыда ондай дүниені қолдамайтын сияқты. Ал егер шынымен де халыққа керек екеніңізді сенсе, отбасыңыз өзі-ақ қолдау білдіріп, сондай бір тәуекелге бел болатын сияқты, жақсы басшыншы деген сияқты. Осы кісі халыққа керек, осы кісі сол халықпен бірге болсын, халықтың адамы болсыншы деген сияқты. Сол үшін менің ойымша, сондай бір жетістікке жету үшін алдағы уақытта басшы болмаса да медицина саласында бір жетістікке жету үшін жақсы білім алып, жеткілікті деңгейде оқу керек сияқты. Және медицина саласы да күннен күнге дамып жатыр ғой, жаңа айтқан ұзақ уақыт оқудан бөлек күнделікті ай сайын болмаса да уақыт өте келе біліміңді жетілдіріп отыру ол маңызды сияқты. Осы ретте енді біздің жастарымызға, жаңадан білім алып жатқан білім алушыларға немесе таңдайын деп отырған жастарымызға үлкен тәуекел және үлкен шыдамдылық керек сияқты. Оған жүрек керек. Ең бастысы жүрек керек. Медицина саласында жұмыс істеуге жүрек керек, әрине, және де ниет қою керек өзіне. Бірінші қадамы бұл оқуға түсу, ар жағында ұзақ оқу жолы бар. Соның ішінде қыз балдарға өте қиын. Әрине ер балдарға кішкене жеңілдеу, енді қыз балдарға қиындау. Әр уақытта да айтамын қыз балдарға, медицина саласына барсаңдар, семьяңызды бірге алып жүріңдер деп. Неге десеңіз, енді 9 жыл оқу қыз балаға өте қиын, бітірген уақытта үлкен болып шығады. Өзіміз бітірген уақыттағы медицина саласында және именно оқыту жағынан программа бөлек болды. Қазіргі таңда өзіңіз айтқандай жылдан жылға дамып келе жатырған соң, қазір ұзартылды, 9 жыл болып, жастар содан қорқып кетті негізінен. Ұзақ деп. Дегенмен ешқандай да қорқыныш жоқ. Ниет болса барлығында бірге алып жүру керек. Бәрін бірге алып, бәрін бірге отбасында, жұмысында, оқуында барлығын бір қатар қоюға болады. Жалпы медицина саласында алма піс аузыма түс деген болмайды. Ешқандай шектеу жоқ. Ниет, шыдамдылық, батылдық болса, жүрек болса барлығына да жетуге болады. Жалпы сіздің осы өзге ұлт өкілі болғаныңызға қарамастан қазақ тілін жетік меңгергеніңіз, осы қазақ ұлтын құрметтеп отырғаныңыз маған үлкен қуаныш сыйлайды. Және де осындай үлкен ұжымда әйел адам бола тұра, үлкен ұжымды басқара отырып, олар туралы осындай жағымды пікірде болғаныңыз маған тағы да бір қуаныш сыйлайды. Және осы қазіргі таңда отбасылық өмірде мысалға көп әйел адамдар мысалы отбасын жамандайды деген сияқты, бірақ осы ретте өзіңіздің отбасыңызды басты орынға қойып, олардың құндылықтарын құрметтеп, ол кісілер сіздің құндылықтарыңызды құрметтеу мен үшін тағы да бір қуаныш сыйлап отыр. Осы орайда сізге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет. Осындай қиында, қызықты жолда қызмет атқарып жатқаныңызға, жаңағыдай көбірек негативке емес, позитивке мән беріп, позитивный өмір сүретініңіз одан да бөлек, одан да бір үлкен қуаныш сыйлап отыр. Негізінен дәрігерлердің осылай ойлай алатыны, осындай қадамдарға баратыны үлкен мақтауға тұрарлық деп ойлаймын. Және осы салада басшылық қызметте талмай еңбек етіп жүрсіз, оған да тағы да бір қошемет ұрғым келеді сізге. Рахмет. Осы ретте подкастымызды аяқтай келе сіздің көрермендерімізге тілегіңізді айтсаңыз. Алда өзіңіз білесіз, 1 мамыр бірлік күні келе жатыр. Осы мемлекетімізде қазақ ұлты бар, одан да бөлек бірнеше ұлт өкілдері бар. Сол өзіміздің қандастарымызға, мемлекетіміздің халқымызға өзіңіздің жүрек жарды лебізіңізді білдірсеңіз. Рахмет. Құрметті қазақ елі, құрметті халқым, сіздерді алда келе жатқан 1 мамыр ынтымақтастық бірлік күнімен құттықтағым келеді. Және де осы біздің көп ұлтты, осындай әдемі мемлекетіміз, әдемі еліміз тек қана дами берсін, еліміздің тыныштығы арта берсін, бірлігіміз арта берсін, көк байрағымыз желбірей берсін, аспанымыз әр уақытта ашық болып, елімізде тек қана тыныштық болсын және бірлік болсын. Елде бірлік болса, біздер барлығында жеңеміз, әлде де үлкен деңгейлерге жетіп, еліміз тек қана алда қатарда жүре берсін дегім келеді. Құтты болсын, мейрам. Үлкен рахмет. Надежда Владимировна, біздің подкастымызға келіп, қонақ болып, өзіңіздің ойларыңызбен бөлісіп, жағымды энергия сыйлағаныңызға үлкен алғысымызды білдіремін. Сізге біздің подкастымыздың атынан кішігірім сыйлығымызды қабыл алыңыз. Рахмет.
Бірлік біздің байлығымыз, татулық біздің тірегіміз. Ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып, тәуелсіздікке тік тұрып қызмет атқаратын сапалы ұрпақтың қатарынан болайық. Құрметті көрермендер, біздің подкастымызға пікір білдіріп, келесі шығарылымда кімді көргілеріңіз келеді, сол туралы жазып өтсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.